Бисмилла қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бір ғана қамырдан осындай жұмсақ булочка және осындай кішкентай мини күлше нандар және пончиктің рецептісімен бөліспекшімін. Бұл рецепт енді өте удачный, өте керемет рецепт. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін алдымен жылы сүтке тоз, қант, ашытқымызды салып аламыз. Ашытқымызды салып араластырып жібереміз бір рет және жылы жерге қойып қоямыз. Дрожж еруі қажет, яғни ашытқы еруі қажет. Міне біздің ашытқымыз осылай ериді. Үстінен үлкен болса 5 жұмыртқа, кішкентай болса 6 жұмыртқа саласыздар. Және жұмыртқа толық араласқанша сарыуызы да, ақуызы да жақсылап осылай араластырып жібересіздер. Еленген ұнның үстіне құйып қамыр дейсіздер. Сразу айтайын достар, қолға жабысқақ қамыр болады. Жақсылап илесеңіздер, осылай басы бірігіп әп-әдемі болады. Артық зат мүлдем қоспаңыздар. Илеп болғаннан соң осылай бөлме температурасындағы сары майды илеп сіңдіреміз. Дәл осылай жасаңыздар. Илеу шамалы қиындау, бірақ енді жеген булочкаларыңыз болсын, нандарыңыз болсын, мақтадай жұмсақ болады. Келген қонақтар енді прям аузы ашылып кететін рецепт қой. Илеп болғаннан соң бетін жауып көтерілгенше қоямыз. Көтерілгеннен соң міндетті түрде бір қайтара илеңіз. Мен дәл осы қамырды 3 түрлі зат жасау үшін иледім. Алдымен осындай творожный булочка жасамақшымын. Ол үшін творогқа жұмыртқа, қант және біраз қасық манная крупа. Манная крупа деген осындай кәдімгі өзіміздің қолданып жүрген манная кашамыз. Көп адам біле бермейді. Осылай іртіктерін кетіріп, жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің творогымыз дайын. Ал енді қамырымызды екінші рет көтерілгеннен соң өзімізге керек бөліктерге бөліп аламыз. Мен барлығы бірдей шыққанын қалаймын, сол үшін барлығын 70 граммнан бөліп шықтым. Міне менде бір 20 шақты булочка жасадым 70 граммнан бөліп. Ал енді бетін жауып, демалуға шамалы қойып қоямын 5-10 минут. Демалғаннан соң өздеріңіз қалаған формада қалаған булочкаларыңыз жасасаңыздар болады достар. Міндетті түрде творожный болуы шарт емес. Просто мен творожный жасадым. Мен сияқты жасайтын болсаңыздар, дәл осылай қайталасаңыздар өте әдемі көрінеді. Ал енді бетін жауып көтерілгенше тағы бір 20 минутқа қалдырамыз. Осылай көтеріледі. Көтерілген кезде ортасын басып жіберіңіз. Бұлай жасауға қиналсаңыз, жай ғана ватрушки сияқты бокалмен ортасын баса салуға болады. Смазка жағып шығамыз. Шеттеріне ғана жағасыздар смазканы. Ортасына жағудың мүлдем қажеті жоқ. Егер қалауларыңызға қарай сүт қоссаңыздар болады. Мен сүт қосқан жоқпын, тек қана жұмыртқаның өзін осылай әдемілеп шеттеріне жағып шықтым. Міне осылай. Смазка жағып жатқанда да достар, четкіге қатты күш түсіруге болмайды. Сол күш түсірсеңіздер, басылып қалуы мүмкін да қамырларыңыз. Көтеріп тұрған қамыр басылып қалуы мүмкін. Сол үшін күш түсірмей, әдемілеп жағып шығу қажет. Және әрбір творожный булочкаға біраз қасықтан осылай салып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста қызарғанша осылай әдемі етіп пісіріп аламыз. Міне достар, біздің мақтадай жұмсақ булочкамыз дайын. Міндетті түрде дәл осылай булочка жасап көріңіздер. Енді мына булочканы жеген де арманда, жемеген де арманда ғой. Прям очень шықты. Ал енді қалған тестадан екінші мен жасаймын. Жуалап пончик жасамақшымын. Бала-шағам жеуге өте жақсы. Жұмсақ болады, өте дәмді. Бала-шаға деген енді 5-ақ минутта жоқ қылатын пончик қой. Осылай жуалап, әдемілеп жайып аламыз. Қалыңдығы шамамен осындай болсын. Мен кесемен кесіп шықтым. Осындай пиаламен. Ал ортасын насадкамен ойып алдым. Мен видео түсіріп жатқаннан соң достар, осындай пергаментный бумагаларды қырқып
қырқып дайындап алдым. Ал сіздер дастарханға, мата дастарханға қойып жасай берулеріңізге болады. Қалған артық тесталарды жинап қоямыз. Және осылай қызып тұрған отта, ең жай отта пісіріп аламыз. Осылай екі жағын қызартып, іші толық пісу үшін, іші прям пышный болып, әп-әдемі болып шығады. Шоколадқа майды салып ерітеміз. Ол май салған жерім түспей қалыпты. Микроволновкада ерітіп алсаңыздар болады. Еріген шоколадқа осылай пончиктерді малып шығамыз. Міне достар, біздің пончиктеріміз дайын. Ал енді қалған қамырды 100 граммнан бөліп шығамыз. Мен 9 штук кішкентай жасап шықтым, күлше нан жасап шықтым. Қалған қамырдың бәрін булочкаға жібердім, булочка жасауға жібердім. 20 шақты булочка шықты, 8 пончик пісіріп алдым және 9 осындай кішкентай күлше нан жасап шықтым. Осылай жасап аламыз. Және осылай жұқартып жасап тапамызға саламыз. Бетін жауып көтерілгенше қоямыз. Міне осылай көтерілгеннен соң ортасын жақсылап шұқыңыз. Мен жай ғана қолмен шұқып едім, көтеріліп кетті. Сіздерге вилкамен шұқуға кеңес беремін. Ортасы көтерілмесе, прям әдемі пісетін бет деп ойлаймын. Негізі осылай нан шұқығышпен де шұқып шыққанмын, сонда да ортасы көтеріліп кетті менде. Бірақ енді жұмсақ әп-әдемі болып шықты. Смазканы толық жағып шығамыз. Бетіне қалауларыңызға қарай күнжіт дәндерін, мак, түрлі өздеріңіз қалаған нәрселер сепсеңіздер болады. Мен қара күнжіт дәнін септім. Міне осындай ақ күнжіт дәндерін қолдануға болады. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста осылай қызартып пісіріп аламыз. Міне осындай жұмсақ болып шығады. Енді мынанан үйлеріңізде үлкен кісілер болса, енді рахмет айтып жеп алады ше. Прям мощный, мақтадай жұмсақ енді. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Батон нандар да жасасаңыздар да болады. Міне достар, сіздерге пайдалы болсын деп осындай видео түсіріп шықтым. Егер видео ұнаған болса, жанарды қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанар. Дәл осы тестамен түрлі зат жасай берулеріңізге болады.